2 шаг жүріп қайтадан жібереміз. Түсіндіңдер ме? Сен ұстап жібермедің Махман. Осы жерден қара. Өзіміз барып қоймаймыз. Нәрде тұрмын. Ұстадың ғой. Мен тартам елімді. Көрдіңдер ме? Мен тартам артқа қарай. Хоппа, құлатпа Махман. Мен ұстап құлатпа. Артқа жұмыс істейміз, артқа. Газ қара. Тірепті тұр, аяғын тірепті. Кім бар, дәрісі тіреш. Басқа мен кірем ғой. Елнұр маған зашак істеп кетті үшін. Кірдім, мен аяғын тайдырып, алдыға жұмыс істейтін құсап, артқа алдап тастап кетемін. Түсіндер ғой? Жамбасқа неде көрсіншіндер ғой? Мен жамбасқа кірсем, Елнұр алдыма шығар. Сондықтан Елнұрды алдаймын. Пақ кірем ғой, аяғын кірем. Хоппа, осыған. Түсіндер ма? Мен жамбас аяқпен. Аяқ артқа қарай. Белдегі. Түсіндік па? Міне, бір жамбас тартамыз алдыға. Екіге тайдырып артқа қарай құлатамыз. Болмаса үшінші нөмір. Дәрісі. Хоппа, артқа қарай бір ашып. Түсіндер ма? Кім түсінбеді? Сұраймыз басынан. Жамбасында қуатында тұрам. Мен жамбасқа кірем. Аяқ тайдырып. Хоппа. Елнұрды артқа қарай алдап тастаймын. Кет, парларын ұстаймыз. Қазақстанда көп кездесетін жүрміз. Балдар нашық. Жолды қарай қанат ағамыз келіп арнайы сендердің оқу жаттығу жиындарын көрейін деп алдағы. Қош келдіңіз. Осы оқу жаттығу жиында жақсылап дайындалыңдар. Ол мен ойлаймын енді осы облыста бірінші нөмір, екінші нөмір, үшінші нөмірлер осында. Енді дұрыстап дайындалыңдар. Анау бірінші нөмір бар екен деп, екінші, үшінші нөмір бітіп қоя салмаңдар. Осы спортта білесіңдер ғой, ешкім ұтылам деп бармайды. Сондықтан Қазақстанға жақсылап дайындалып, біздің Түркістан облысының намысын қорғауға дайындалып барыңдар. Мен білемін енді бізде қазақша күрес Түркістан облысында жақсы дамыған. 22 жылы барлық жарыстарда командалық есепте бірінші орын алып жатсыңдар. Сондықтан қазір осы немен қойып, осы жаспен ғана тоқтамай, ересектерге өтіп, о жерде де көрсетіп, өздерің білесіңдер, бізде Қазақстан Республикасының ең үлкен жарысымыз бар. Сол барысты ұтып, біздің Түркістанның намысын қорғап, сөйтіп бүкіл әлем чемпионаттары болып жатыр, өздерің білесіңдер, өткен жылы. О жерде де біздің Түркістанның балалары жақсы жетістіктер көрсетіп жатыр. Білген ғой осы күрес. Сондықтан сендерге сәттілік тілеймін, жақсылап осы оқу жаттығу жиындарын өтіп, жақсы жаттығу жасап, Қазақстанда намыстарын қорғау үшін осы басқарманың аты. Sen bravo. 38, 40. Ой, молодец. Молодец. 38 килограмм. 38 килограмм, birinchi nömir. Gel, gel. Hadi böyle. Git. Trans. Al. Hazır mısın?
Бер қара, бер қара. Жаңа бала қай жерден жаңа бала? Интернатта оқиды. Лепай. Ленгер баласы интернатта оқиды. Қайт сен шыққан алған екен. Сай қойшы. Қарас бәріге, Бәрі. Музыка шық. Бері тұр. Қайсың шықтың? Мен көріп қалам. Еще. Жақсы екен, түсіреміз тағы. Оқу жаттығы өте жақсы өтіп жатыр. Оқу жаттығы күні 18 күн. Балдар жақсы дайындалып жатыр. Оқу жақсы отыр. Түркістан облысы құрамасында Құдай қаласа чемпионатқа дайындалып жатыр. Қанша спортшы барасыздар жалпы? Спортшысы ба? 20 бала, 20 баладай. Бүгін осы спортта сен дайындалып жатқан қандай палуандар қатысып боласың? Осы жерде Бегнұр, Қуандық Бегнұр деген палуан бар, ода ақтөре палуан. Болды, сосын Дәуріс Сейітханов деген бар. Сол екеуміз үшеуміз дайындалып отырмыз. Бұған дейін қандай үлкен жетістіктерің бар? Ертең алға қойған қандай мақсатың бар чемпионат Қазақстанда? Осы биыл Құдай қаласа 20-сына ат бар, Құдай қаласа чемпионат Қазақстанның. Құдай қаласа екінші жерде чемпионат Қазақстанға ұтып алу керек. Арай Азия мейір Құдай қаласа көретеміз бұйырғанын. Бұған дейін қандай үлкен жетістіктерің бар? Бұған дейін чемпион мейра болдым, чемпион Қазақстан дегендер. Қазақ чемпионы. Қазақ жүгірістен 4 рет болдым. Дзюдодан 1 рет еңін алдым, 1 рет бірді алдым. Өзің қай салмақта? Ауыр салмақта күресетін. Қазақшадан 82 келі жоғарыда, ал неде дзюдода 90 келі жоғары. Болашақта енді өзің қандай армандарың бар? Қазақстан барысы болсам деген. Құдай қаласа енді арман олимпиада чемпион болу, иншалла. Сол Құдай қаласа енді Қазақстан барысын, иншалла күту керек. Тек осы қазақ күресімен айналысасың ба, әлде дзюдода бар ма? Тек қазақша күрес, сосын дзюдо екеуі. Сол екеуін бірге алып жүрік. Өзің қай өңір болмасың? Осының Шаян өңірінің Бестау ауылының тумасымын. Жақсырақ. Сералиев Айдос Ескермесұлы, осы Бәйдібек ауданының тумасымын. Түркістан облысының қазақ күрес жасөспірімдер аға бапкер болып 2 жыл болып тағайындалғаныма. Соңғы алдымыздан ел чемпионаты болады, Семей қаласында өтеді. Жасөспірімдер және кіші жасөспірімдер. Соның алдында 12-30 аралығында Түркістан облысынан іріктелген құрамасын Қазақстан Республикасының чемпионатына тыңғылықты дайындық осы Шаян ауылында өтіп жатыр. Соған ел чемпионатына дайындық мақсат. Сол ел чемпионатында балаларымыз чемпион болып, ары қарай Өзбекстан мемлекетінде Азия чемпионаты болады. Соған өтіп, Қазақстан көк байрағын желбіретсек деген мақсатта жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі оқу жаттығу жиынына қанша бала қатысады? Бүгінгі оқу жаттығу жиынында 50-ден аса бала бар. Әр ауданнан, іріктеуден, Түркістан облысынан іріктеуден өткен 50 шақты бала бар. Солармен жұмыс істеп жатыр. Отырар ауданында Түркістан облысының чемпионаты өтті. Сол жерден әр салмаққа 3 баладан қатысады. 3 баладан іріктеп алып, соны енді ел чемпионатына шыңдап жатырық. Аты жөнім Өсербай Салауат, Қазақтан тумасымын. Тренировка жақсы, алда Қазақстанға біраз қиыншылық тренировкалар өтеді. Тренировка жақсы. Бұған дейін қандай жетістіктерің бар? Осы қазақ күресімен жалпы қанша уақыттан бері шұғылданып келесің? 2 жыл осы қазақ күресінен отборлардан орын алып, бірінші орын алып, екінші орын алып. Бүгінгі таңда Бексіздікті қантығыз? Иә, Бексіздікхан спортшы болды. Қазіргі таңда спортшы бол Бексіздікхан интернатында оқып жатырмын. 9 сынып оқып жатырмын. Түскен 7 сыныптан түстім. Республиканский турнирлер ұтқанмын, облыстарда. Республиканы көп рет ұтқанмын. Алда қандай мақсатың бар? Алда Алла қаласа енді Қазақстан чемпионы болуға. Осындай тренировкалар, қиыншылық тренировкаларын өтіп,
Алла қаласа Қазақстанға барып чемпион болып Қазақстанда. Ары қарап қандай мақсаттарың бар? Ары қарай енді тоқтап қалмаймыз ғой осылай. Биік-биік шыңдардан көріну керек, қазақ елінің туын көтеру ғой. Жақсы.